Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі оңтүстік Астана, Алматы шаһарын баурай орналасқан. Аумағы шығысы Түрген аңғары мен батысы Қаскелең шатқалының арасын қамтиды. Таудың шыңдары теңіз деңгейінен 4500-5000 метрде орналасқан. Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына 3 ірі шатқал — Үлкен Алматы, Ақсай және Түрген шатқалдары кіреді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Тау Түрген тау шатқалында жүрміз. Табиғаты керемет екен. Мына Жетісудың жері, жердің жанаты дейді ғой. Нағыз жердің жанаты осы Тау Түрген таулы шатқалдар екен. Сарқырап өзен ағып жатыр мына жағында. Мына жақта ну орман, қарағайлы. Ал енді осы Тау Түрген таулы шатқалының етегінде Батан деген кіші шағын бір ауыл бар екен. Сол Батан ауылынан жоғары қарай 8 километр жүрсек, Қайрақ су сарқырамасына тірелеміз. Қайрақ су сарқырамасы өте әдемі. Сол Тау Түрген шатқалын тесіп өтеді екен. Қайрақ деп аталуының себебі де осы тау шатқалдарын, жартастарды яғни тесіп, соны қайрап, қайрақтай қайрақ қойғандықтан қайрақ деп аталған екен. Тастар өте жылтырап, қайрақ судың ағысымен қайралған. Қайрақ су сарқырамасының биіктігі 55 метрді құрайды. Қатты сол сарқырамамен ағып, төмен қарай осы Батан ауылына қарай бағытталады екен. Жалпы бұл жердің табиғаты өте керемет. Жаңағы өсімдіктердің әр түрлі неше түрлі өсімдіктерді көруге болады. Және неше түрлі жануарларды кездестіруге болады. Ауасы таза, өте әдемі. Жалпы осы Тау Түрген өңіріндегі ең биік су сарқырамаларының бірі болып табылады. Бұл жерде шың түрген мүк шыршалары өседі екен. Шың түрген мүк шыршалары осы 1989 жылдан бері қорғауға алынған мемлекет жағынан, және де ерекше шыршалардың бірі болып табылады. Өйткені бұл шыршалар өте биік және өзінің жапырақтарында мүктер болады екен. Сол себепті шың түрген мүк шыршалары деп аталады. Және де осы таудың сәнін беріп тұрады. Өте керемет, табиғаты тамаша екен. Осы жаққа келіп демалуға, сергіп қайтуға болады. Түрген шатқалы Іле Алатауының теріскей бөктерінен басталып, 49 шақырымға созылып жатқан кең әрі ең ұзын сай. Шатқалдың солтүстік шығыс шекарасы Сарытау жотасынан асы үстіртіне дейін жалғасады. Парк аумағында республикалық маңыздағы бір табиғат ескерткіші бар. Ол
шың түрген мүкті шыршалы орман. Бұл орман шатқалдың батыс бөлігінде 1850 метр биіктікте 887 гектар аумақты алып жатыр. Таудың қия бөктерінде қалыңдығы 60 сантиметрге дейін жететін мәңгі мүк қабаты бар. Флорасының құрылымы мен құрамы бойынша олар Сібір мен Орал тайгаларына ұқсас келеді. Сондықтан да 1968 жылдан бері табиғат ескерткіші мәртебесінде сақталып келеді. Түрген филиалында Маловодный орманшылығында жабайы сиверс алмасының генетикалық резерваты орналасқан. Сонымен қатар Талғар филиалындағы Қотырбұлақ орманшылығында жабайы өрік резерваты бар. Бұл ұлттық паркте сонымен қатар бірнеше ірі сарқырамалар бар. Солардың ішіндегі ең ірісі Қайрақ сарқырамасы. Бұл шың түргендегі ең биік әрі ең көрікті сарқырама. Биіктігі 45 метр. Жалпы түргенде 7 сарқырама бар. Олар Іле Алатауы ұлттық паркінің құрамындағы туристер баратын орындардың бірі. Адамдар көп баратыны Аюлы және Тескен су сарқырамалары. Аюлы сарқырамасы жасыл шыршалары бар қос шыңдардан төгіліп жатады. Биіктігі 30 метр. Шатқалдағы шыңдар жер сілкінісі кезінде бөлініп кеткендіктен мұзды кезеңге дейін іздері сақталған. Іле Алатауының мұздықтарынан бастау алған Түрген өзені бұдан әрі Батан ауылының жанынан шатқал бойымен ағып өтеді. Өзеннің баурайында Шырғанақ, Долана, жабайы өрік, Семенов үйеңкісі, бөрі қарақат, итмұрын, сонымен қатар дәрілік шөптер, құрғақшылыққа төзімді Мушкетов түйе сіңірі, таңқурай, бүлдірген өседі. Бұндағы жабайы өрік ежелгі жеміс дақылдарының бірі. Қазіргі уақытта өсірілетін өрік сорттары осы жабайы түрлермен тікелей байланысты. Өрік тұқымының Қазақстандағы жалғыз өкілі солтүстік және батыс Тянь-Шаньға тән республиканың қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін түрі. Бұл жердегі өсімдіктердің көбі Қазақстанның қызыл кітабына тіркелген. Мысалы, олардың арасында сиверс алмасын, Алматы кекіресін, Мушкетов түйе сіңірін атап айтуға болады. Оның ішінде 30 түрі іле бөрі қарақаты, іле көкжалбызы, іле сасыры, іле ұшқаты сынды өсімдіктер бұлар Қазақстанның басқа еш жерінде кездеспейді. Бұл жерде өсетін сиверс алмасы палеонтологиялық деректер бойынша бұл алманың шығу тарихы Бор дәуірінің ортасынан бастау алады. Яғни бұл алма ағашының жасы 165 миллион жыл шамасында. Сиверс алмасы ол тек Қазақстан ғана емес, әлем үшінде маңызды табиғи ресурс болып табылады. Себебі 2500 алма ағашының сортын зерттей келе әлем ғалымдарының шығарған шешімі бойынша сиверс алмасы барлық әлемдегі алмалардың аналығы болып табылады. Бұл құнды генофонд. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазір мінекей біз Қайрақ сарқырамасының қасында тұрмыз. Қайрақ сарқырамасы Тау-Түрген шатқалында Батпан ауылды мекенінен 8 шақырым биіктікте орналасқан. Жалпы Қайрақ су сарқырамасының биіктігі 55 метрді құрайды екен. Бұл Тау-Түрген шатқалдарының ішіндегі ең биік шатқалдардың бірі болып табылады. Керемет табиғат жетісу жері жердің жанаты дейді. Нағыз
жердің жәннаты осы Тау-Түрген шатқалында екен. Бұл жердің жануарлар әлемі әртүрлі. Мұнда жабайы аңдар, аю, қасқыр, түлкі, борсық және жылан мен құстың бірнеше түрін кездестіруге болады. Тянь-шань қоңыр аюы, қар барысы, Түркістан сілеусіні, Тянь-шань таутекесі, тас сусары, үнді жайрасы сынды 6 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Орман белдеуінде тұяқтылардан тауешкі, қабан, марал, сібір елігі, кеміргіштерден тиін, орман қарақасы, Тянь-шань орман сұртышқаны, сонымен қатар құм қояны жиі кездеседі. Тәуелсіз қазақ елінің тотеміне айналған киелі жануар қар барысы. Бұл сұлу да сақ түс тағысы. Барыстар қыс кезінде көбіне таудың биік шыңдарында тіршілік етсе, жаз айларында 2000-3500 метр биіктікте орман белдеміне түсіп тіршілік етеді. Ұлттық парк аумағында қазіргі кезде 39 қар барысы бар. Тянь-шань қоңыр аюы негізінен ормандағы жеміс-жидектермен қоректенеді. Ел ішінде аюдың бұл түрін ақтырнақ деп те атайды. Өйткені оның алдыңғы табандарында ұзын ақшыл тырнақтары бар. Қонжығының өмірі қауіпке толы. Бір таңғаларлығы ол үшін үлкен қауіп қызғаншақ аталық аюлар. Сондықтан аналығы қонжығын ерекше қорғайды. Парк аумағындағы аюлардың салмағы 250 килограммға дейін жетеді. Олар тау бөктерінен бастап жоғарғы альпілік шалғындарға дейін белдеулерді мекендейді.